Buxari жинағында 3886 саны менен берілген хадистің 5-ші томында алейхиссалату ассалам пайғамбарымыз Құрайшыларға Исра вал Ма'радж уақиялары туралы айтқанында олар оған сенбегені айтылады. Содан кейін пайғамбар Әл-Хижрге барады. Міне осы сәтте Аллах пайғамбарымыздың көз алдында Масжидул Ақсаның көрінісін көрсетеді және пайғамбар Масжидул Ақсаны сипатлай бастайды. Бұл Құрайшыларды таң қалдырады. Сахиб Әл-Бұхари жинағында 2-ші томда 1189 хадисте сүйікті пайғамбарымыз оларға баруға тек 3 мешіт лайық деген айтылады. Атап айтқанда Әл-Харам мешіті, Әл-Набауи және Әл-Ақса мешіті. Әл-Ақса мешіті Әл-Харам мешіті менен қатар Құранда аты жазылған жалғыз мешіт екенін білеміз. Құранда аты аталған 2 мешіт қана осылар. Көптеген ғалымдардың пікіріне сәйкес келетұғын тарихта бізге Әл-Ақса мешітін Адам алейхиссалам салдырғанын, онан кейін оны Ибрахим алейхиссалам қайта салғанын, кейін имараттың негізгі бөлігінің құрылысын Дауд алейхиссалам бастаған және Сүлеймен алейхиссалам жұмақлағаны үйретіледі. Ал кейінірек біздің дәуірімізге дейінгі 587 жылы Вавилонлықтар Иерусалимге басып кіріп иеліп алды. Навуходоносор есімді Вавилон патшасы Иерусалимді басып алып Әл-Ақса мешітін қиратты. Ал Әл-Ақса мешітін Сүлеймен алейхиссалам салғандықтан яһудилер оны Сүлеймен мешіті деп атайды және оны өздерінің басты ибадатханасы деп санайды. Ал 167 жылы еврейлер ибадатхананы қайта салды. 70 жылы римдіктер келіп Әл-Ақса мешітін қиратып Иерусалимді қайта жауып алды. Олар яһудилер менен мұсылмандарды жек көргені соншалық, олар қасиетті Әл-Ақса мешітін жерменен жексен етіп, бұл жерді қоқыс үйіндісіне айландырып, барлық кірді шөгінділерді, жуынды суларды төгетін болды. Тек кейінірек 637 ямаса 638 жылы Хазірет Омардың 2-ші ислам халифаты, Аллах оған разы болсын, Иерусалим менен Әл-Ақса мешітін азат етті. Бәрімізге таныс алтын күмбез Абдул Малик ибн Марван тұрғызған ірге тасқа тіреледі және ол тасты өзі тұрғызған. Жартас күмбезін мұсылмандар ұзақ уақыт шамамен 450 жыл басқарды. 1099 жылы алғашқы атанақшылар жорықлары келгенге дейін. Атанақшылар жеңіске жетіп, Иерусалимді басып алды. Олар соғыс әрекеттері жұмақланғаннан кейін де бүткіл мұсылмандарды қырып салды, өлтіруді және жоюды жалғастырды. Бұндай қанды қырғынды тарих бұрын соңды білмеген. Бірақ 88 жыл өткеннен соң 1187 жылы Хоттин шайқасында Салахуддин Ал-Аюби Алхамдулиллах Иерусалимді азат етті. Иерусалимдегі әпуәлі диханлар мұсылмандардың басшысынан қатты қорықты. Себебі ол 88 жыл бұрын істелген істер үшін жаза ретінде барлық христиандарды қырып салуы әбден мүмкін еді. Алхамдулиллах Салахуддин Ал-Аюбидің Аллах оны крест жорықшыларынан аман қылсын. Үлкен айырмашылығы барлығын бүткіл дүние біледі. Әттекі ол барлық мұсылман еместерге Иерусалимде қалғысы келсе, христиандарға да өз діндерінде сүйенуіне, сондай-ақ еврейлерге де өз дініне сүйенуге рұқсат берді. Ал еліне қайтқысы келгендердің барлығына қауіпсіз дәлізбен қамтамасыз етті. Бұның бәрі мұсылман еместер арасында жоғары хөрметке һәм сыйластыққа себеп болды. Шығыста да, батыста да мұсылмандар һәм мұсылман еместер арасында да өзінің адамгершілігі, мейірімділігі һәм райдан қайтқандығы үшін ол ерекше хөрметке ие болды. Аллах Тағала Құран-ы Кәрімнің Әл-Бақыр сүресінің 2-ші бабындағы 214-ші аятында былай дейді: Бізге сенуші адамдардың қиыншылықтарға һәм сынақтарға дұс келгені туралы мысал келтіреді. Адамдардың рухы төмен түскендігі соншалықты, әттекі пайғамбардың өзі де, сахабалары да Аллахтың жәрдемі келуіне дуа қылады. Сонда Аллах расында да Аллахтың жәрдемі жақын деп жауап береді. Бүгінгі мұсылман үмметі әлсіреп қалды. Ұлына күші жоқ. Не істеуімізді білмей дал болып отырмыз. Аллах Тағала Құран-ы Кәрімнің Али Имран сүресінің 139-ші аятында: Хәлсізлікке берілмеңдер һәм қайғырмаңдар. Мұсылмандар, егер өз дініңізге сенсеңіз, оған бекем асылсаңыз, сонда ғана жоғарыда боласыз. Иншаллах, сонда жеңіс біздердікі болады, дейді. Аллах Тағала Құранда Али Имран сүресінің 3-ші сүресі 103-ші аятында: Бәріңізде Аллахтың жолында, яғни ұлы Құранға және пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам сенімді хадислеріне берік болуымыз, бөлінбеуіміз керек. Егер мұсылмандар бірігіп Аллахтан қорқып тарамасақ, егер дінге таянып жалғыз Құдайға таухид етіп сенсек,
иншаллах жеңіс біздердікі болады. Аллах Тағаладан Палестинаны, Әл-Ақса һәм Байтул-Мұқаддис мешітлерінің азат етілуін һәм ең құрғанда өлімінен алдын бір рет болса да Байтул-Мұқаддисте намаз оқуды тілеймін. Мен сөзімнің ақырында ұлы Құран-ы Кәрімнің 17 сүресінің 81 аятындағы Аллах Тағаланың Миссура Әл-Исрада жазылған шындық келді, өтірік жойылады деген аяты менен жұмақтаймын. Хақиқатында да өтірік құрдымға кетері сөзсіз. Шынайы өмірде Мысыр мәдениеті өңірі күшлі, бірақ әзір бұл туралы айтпай ақ қояйық. Библияда 2 сүресінде 6 стих аятында былай жазылған: өйткені жаратқан ием әділдіктің жолын біледі, ал зұлымдардың жолы жойылады. Сол кездегі Кердей тұқымының арал өңіріне ықпалының соншалықты күшті болғанын сол кездегі орта ғасырлық карталарда Арал теңізінің кердері деп аталуы да дәлелдейді. Ал оның жағасында бүткіл шығысқа алымлары менен танымалы болған әйемгі Кердері қаласы орналасқан. Бұл Кердері қаласы туралы мағлұматтар көптеген мұсылман тарихшыларының минеттерінде кездеседі. Мысалға, тарихшы Әл-Мұхаддаси Әл-Башари өз минетінде аймақты таным бойынша көззал бөлімдер де жазған. Кердері қаласы бір-біріне жақын 4 парсақ аралығында орналасқан елдер мәканынан басталады. Тағы бір мұсылман тарихшысы Мұхаммед Фия Абади Әл-Қаус Әл-Мұхиге жандардан шыққан жердің орталығы атақты Кердері қаласы деп түсіндіреді. Олай болса, Арал теңізінің жағасында Кердері қаласының бар екендігіне гуман келтіруге болмайды. Бұл Кердері қаласы қабырғасынан түркі шығыс мұсылман ілімпаздары шыққан өте көп оқу ордалары болған. Көне Кердері қаласынан шыққан түркі ілімпаздарының атларынан біріншісі бүткіл Қазақстанның бұрынғы муфтиі, қазіргі профессор, түркі танушы, шығыстанушы Әбдісаттар Гербісали өзінің іліми мақаласында атақты Кердерлер атлы шығармасында кең сахнаға шығарды. Әбдісаттар Гербісали осы мақаласында Кердері қаласынан шыққан алымлар туралы Әл-Мұхаддаси ибн Әл-Аси, Әл-Джаузи, Табари, Әл-Хамауи, Әл-Идриси, Әл-Нубайри, Ас-Суитилерді жазған. Ғұлама тақырыпта Кердері руынан тараған бүгінгі қазақтар осы ескі қалаларда өмір сүрген аса даналардың ұрпақтары болса керек. Сонымен қатар Гербісали бұл мақалада Кердерлер әулетінен шыққан нақты алымлар туралы мағлұмат береді. Біріншіден, бұл 11 ғасырдың соңы менен 12 ғасырдың басындағы әйгілі алымы Кердері руының президенті Абдал-Ғафур Әл-Кердері. Бұл адам Кердері руынан ба, я Кердері мемлекетінен бе? Ғафур Әл-Кердері Бағдат, Басра және Дамас қалаларында білім алған. Ол әйгілі Ханафи ғұламасы Әбіл-Фазл Әл-Керманидің мектебінде оқыған. Кейін Ғафур Әл-Кердері Халат қаласындағы медреседе ұстаз болып, дін және шариат мәселелеріне қатынасып, Әбу Ханафидің жеңістері, дерексіз түсіндіруге пайдалы толықтырулар, шағын жинаққа түсініктеме және басқа да көптеген көрнекті минетлерді жазған. Бұл жерде бірден айта кету керек, көрнекті Әл-Кердері өмір сүріп, қызмет еткен көне Халат қаласы қазіргі дүнияға белгілі Сирияның Алеппо қаласы ретінде танымалы. Абдал-Ғафур Әл-Кердері шәкіртлерінің ішіндегі ең белгілісі һәм де атақлысы фатих және хадисші Мұхаммед ибн Юсуф Әл-Ғазни Әл-Бағдади есептеледі. Абдал-Ғафур Әл-Кердері өз іздеулерінің арқасында көп ұзамай мұсылман ғалымдары арасында танымалы болып, 1162 жылы Бағдат халифатының бас қазынашысы орынбасары болып тағайындалды. Мұхаммед Абдысаттар Әл-Кердері де Кердері әулетінен шыққан, 1203 жылы дүнияға келген. Хорезмшахтар мемлекетінің ең беделді алымларының бірі. Лақап аты Шамс Әл-Аимма, яғни имамлар нұры делінген. Әл-Хафиз Ад-Дин Мұхаммад Әл-Кердері 15 ғасырдың басында ямаса 14 ғасырдың аяғында дүнияға келген болса керек. 1414 жылы қайтыс болған. Мұсылманлық минетлерінің авторы Жами Хайюжар Әл-Кердеридің шешімдері, Әбу Ханафияның асыл қасиеттері, Улама Хорезм Астрахан Түркияның қырымы және бүткіл мұсылман шығысындағы моңғол жаулап алуларынан кейінгі Кердер әулетінен шыққан адамдар ислам мәдениетінің таңын ашуға үлкен үлес қосты деп айту керек. Соның менен Махмуд ибн Сулайман Әл-Кафауи Қатайт оғлан атлы минетінде былай деп жазады: шығысы Кердері қаласын болған азаматлар менің оқыған, білген, көрген ең жоғарғы білімді ағартушылар болып есептеледі. Бұлар Ахмед Әл-Кердери Әл-Хорезми, Әл-Баракадими, Абу Зайд Әл-Кердери, Абу Юсуф Әл-Кердери, Хайдарали Әл-Кердери, Сулайман Әл-Кердери. Сөйтіп, ескі Кердері қаласынан мұсылман шығысына арты шыққан, танымалы болған Кердері алымларының өте көп топтары шықты.
Сонымен қатар 2000 жылы құрғап бара тұрған Арал теңізінің түбінен Қорқыт Ата қолының экспедициясы киелі Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің дәл көшірмесі болып табылатын аты аңызға айланған Кердері Ата кесенесін тапты. Осы тақырыпта ойымыздардан жартылай ғаризсіз болған әйелді Кердері жерінен Улама шығыс мұсылмандарына танымалы болған оғыры көп санлы білімді ислам діни сауатын кеңінен рауаждандырған ұлы һәм атақты адамдар шыққан. Олар осы білімдерін өз шекарасынан әлдеқайда ұзақтарға рауаждандырған. Қыпшақтар келіп, оғызлар қағанаты құлағаннан кейін де кердерилер өз автономиясын аман алып қалған. Жауынгер қыпшақтар да ұлы кердерилер менен келісім қылуға мәжбүр болып, тек қана қыпшақтар бірлеспесіне қосылғаны менен шекленді. Кердерилер тап солай болып, Моңғол империясы құрылғаннан кейін ұлы Шыңғыс ханның жошы ұлысына кейінірек Алтын Ордаға қосылды. Аңыз бойынша бұл жерде Заратуштра бойынша алғашқы адамның қабірі жайғасқан. Әуелгі аңыздарда адам атаның өзі осы жақта жерленген дейді. Зороастризмдегі нұсқасы бойынша Ғалимат, оның кесенесі сонымен бірге ақыр заманға дейінгі күндерді санайтұғын әлемдік сағат болып табылады. Бірақ бұл сағаттың тілі жоқ. Ақыр заманға дейінгі уақытты әрбір құлап түскен гербішпенен есептелінеді екен. Жылына бір гербіш түседі. Соңғы гербіш жерге түскенде уақытта бүткіл дүние да бітеді екен. Бұл ырым әуелден қалған дәстүр саналады. Ал тағы бір аңыз бойынша бұл ережеп ямасы Раджава халиф кесенесі болуы да мүмкін. Жауапты табу өте оңай. Аты аңызға айланған Әбілғазы хан жазған түркілердің шежіресі бойынша түрк аты аңызға айланған Яфеттің баласы Нұх пайғамбардың артылығы болған. Яғни аты аңызға айланған түрктің ұрпақтары білімпазлардың мағлұматы бойынша Әзербайжандағы Урмия көлінің жағаларында жасаған болуы ықтимал. Жоғарыдағы ғалымдардың мәліметі бойынша түркілер Әзербайжандағы Урмия көлінің жағасында жақсы өмір сүре алады. Арал өңіріндегі қарақалпақтардың генетикалық іздестірулерінде дәлелденді. Қарақалпақтарда мынадай каплотоплар көп кездеседі. Шығыс Азияның G2 құбыла түслік, Шығыс Азиядағы O2 және жақын шығыстағы G2 басым. Құралған топлар азырақ пайызды алады. Бұл жерде тағы бір айтып кетерлік жайты, қарақалпақтардың 5%-і Шыңғыс хан ұрпақтары менен байланыслы C2 жұлдызына тобына жатады. 21 ғасырда генетикалық салыстырмалы ізденістер арқасында тек саналы ғана орталықтан бір-екі атадан ғана шыққан миллиондаған бір миллет адамдардың шығу тегін анықтау аңсат екендігін айтты. Торонто университетінің жәмиеттілік Танитбаум атындағы иудаику іздестіру орталығындағы ашық сабағында профессор Стивен Бальцман тарихи ізденістерде қазіргі заманауи ілімпаздар тарапынан еврейлердің шығысы тегі хақында жауаптарын айтты. Профессор, сіз еврейлердің шығу тегі туралы айтыңызшы. Әйінгі уақыттардан бері еврейлер ортақ ата-бабалардан Ибраим, Исхақ және Яқыптан тараған деп саналады. Бірінші Яхуди Израиль халқы киелі Библиядағы хадистерге орай мұсылман Мысырдан шыққаны айтылады. Бұлат Акуджаваның айтқаны, біз 70 жыл бойы азып тозып жабайы болып өстік. Білесіз бе? Киелі кітапта Библияда карамат мысалдар. Муса алейхиссалам еврейлерді Мысыр тұтқынынан алып кеткенде оларды 5 күнде жететін жерге 40 жыл етіп жүрген. Себебі санасы құл болып кеткен адамдардың кеткеннен соң құлдық сана сезімнен азат болған ұрпақтардың келуі керек болған. Ал біздер болсақ қиыншылықтарға көніп шыдап отырған тек қана құл емеспіз, ал біздер құлдықтың нағыз кәсіп иесі, профессионал болып кеткенбіз. Және соны мақтаныш етеміз. Осы айтылым цитата естеріңізде бір минут сөйлейін бе? Құрметті еліміздің ойшыл бөлігі, киімдердің есіне түсіретін болса, осы материалды таратуға көмектесіңіз. Мүмкіндігі болғанша көп лайк басып, каналға жазылың. Кімнің қолынан қандай әрекет келсе, соны бастаңыз. Рахмет. Біздерге автономияның ұшына басымызға тіреп тұрған террористер бар. Ал кейбір адамдардың айтуларын көрсеңіз, не үшін бұл жағдайды өзгертпейсіз дейді. Олар тұтқындағы адамдарға, неге сіздер террористерден автоматты тартып алмайсыз дейді. Ал бұл жағдайды істеу өте қорқынышты. Мен ресейлік кемеменен менің ұсынысым қаруымды қойып берілді. Ұсыным Украина әскерлеріне айтқан крейсер Москва құрдымға кетті. Мен үшін Путин, Обама және басқа да лидерлер жоқ. Бұл тек әлемдегі күшлер жүйесіне байланысты. Бірақ бұл күшлер жүйесін Обама ямаса Путин емес, ал біздер Израиль халқы анықтаймыз. Олар сіздер үшін күшлі ме? Мен үшін олар біздің тапсырмаларымызды орындаушы ішшілер ғана. Періштелер ме? Олар тек орындаушы болады, басқа ештеңе жоқ. Бүткіл дүние біз бұйырған нәрсені істейді. Біз дегеніміз кім? Біз дегеніміз Израиль халқы. Яқшы, біздер біріксек, жақсы ойын береміз. Ал өзара бірікпесек, өкінішке орай жаман ойын болады. Бірақ қандай ойын болуынан тысқары, бәріне де біздер тапсырма береміз. Азатлық, еркіндігі тек бізде ғана бар.